Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз хорой өлетін боламыз. Алдыңыздан мынандай елес шықса не істер едіңіз? Ең алдымен маған тіркел. Странно ходит. Походу инвалид. Алла. Странно ходит. Походу инвалид. Алла. Странно. Айгерім әжесінің үйіне қонуға келген еді. Әжесі оған: түнде ешқашан ысқырма, жаман нәрсені шақырып аласың деп қайта-қайта ескертетін. Бірақ Айгерім бұл сөзге мән бермеді. Бір сәтте әжесі көрші үйге шығып кеткенде, үйде жалғыз қалған қыз ермек қылып жай ғана ысқырып жібереді. Сол сәттен бастап үйдің іші өзгеріп сала береді. Ескі сандық өздігінен тарсылдай бастайды. Қараңғы дәлізден біреу оның атын сыбырлап шақырады. Дауыс дәл әжесінің дауысына ұқсайтын. Айгерім әжесі келді деп ойлағанымен, үйдегі бейненің жүрісі де, түрі де мүлде басқа еді. Қорыққаннан сыртқа жүгіріп шыққанда ғана шын әжесінің көрші үйден енді қайтып келе жатқанын көреді. Сонда үйдің ішінде Айгерімді атымен шақырып, әжесінің кейпіне енген кім болған? Мына 2,5 метрлік жын туралы аңызды кім естіді? Жын шақыратын ойынды ешқашан ойнама. Кешірерсіз, мені 10 минут бойы бір жігіт артымнан аңдып жүр. Өтінемін, уақытша сіздің үйіңізге кіре тұрсам болады ма? Әрине, кіріңіз. Бұл әйел шынайы өмірде нағыз қорқынышты фильмге тап болғандай. Ол жұмыстан үйіне күндегіше тыныш қайтып келе жатқан. Бірақ Мына блогер қыз видео түсіріп жатқанда терезеден мынандай жаратылыс қарап тұрған. Балам кешке қоқыс шығармайды. Қазір келем ғой, әже. Егер сіз себепсіз дірілдесеңіз, онда сіздің жаныңыздан елес өтіп бара жатыр деген сөз. Сіз өз саусағыңызды сәбіз секілді жеп қоя аласыз, бірақ та миыңыз сізді тоқтатады. Кей жағдайда құлақтың шыңылдауы ол сіздің отбасыңыздағы бұрын қайтыс болған адамның сізбен байланысқа алып жатқандығын білдіреді. Егер сіз ұйықтай алмай жатсаңыз, онда сіз біреудің түсіне кіріп жатсыз деген сөз. Егер де осындай қорқынышты әрі қызықты ақпараттарды білгіңіз келетін болса, Ешқашан түнде ұзын жер асты.
ешқашан түнде ұзын жер асты түнелдерінен жалғыз өтпеңіз. Бұл қорқынышты видеоны бір қыз түсірген. Оның айтуынша түнгі сағат 3 шамасында құрбысының үйінен қайтып келе жатқан. Жолында ұзын жер асты өткелі болған. Алғашында ол барғысы келмеген. Бірақ үйіне тез жету үшін амалсыз сонда түскен. Бұл түнел соншалықты ұзын, ішінде тұрғанда басын да соңында көрмейсің. Жартысына жете бергенде қыз артынан біреудің жылдам қадамдарының дыбысын естиді. Әуелі адымын тездетті. Бірақ адамдар жақындай берді. Сол сәтте ол камерасын қосып, бүкілін түсіре бастайды. Дауыстап Майкл Джексон тірі болуы мүмкін, және оны Үндістаннан көріпті. Интернетті шул Егер сен қызыңмен бірге серуендеп жүргенде ол Амилайға айналып кетсе,